Бізге болса жаратқан жар құдайым, қалайша қарғыбадай қарғымайын. Барқыт белде бекеңмен айтысқанда Тарбағатай тауындай жаңғырайын. Жасында қабан алған қабанбайдай арыстанмен алысып таңғылайын. Нар көтерген молдабай палуаныңдай бекеңнің белін енді талдырайын. Кәделі өлең айтып кәрібайдай құлағыңның құрышын қандырайын. Ағайын қиқы қосып шулап отса шабыттың отын енді жандырайын. Қасқыр Ержанның ауылына келіп алып арыстанап атымды қалдырайын. Құдайға құрбан айтып айқая, Құдай атып айқаяға құрбан берген. Жұрт едің жақсылыққа тұнған кеудең. Ниетің қабыл болсын қалың елім, өткенге сен секілді кім мән берген. Ақсуатта айтулы ас болат деп, қонақтар сырдан келген, қырдан келген. Сарқыт алып қайтуды қалайды олар салтанаты жарасып тұрған жерден. Мейрамыңды көзіммен көрейін деп, мейманыңның бір едім жылдам келген. Мың шақырым жолдарды артқа тастап, бұл тойға менен басқа мыңдар келген. Ұлағатты жұртсың ғой екі бастан, арақатты қызбенен ұлдар көрген. Сіздерге дұғай сәлем ала келдім, нар қазақтың назарын бұрған жерден. Өздерің әруағын ардақтаған, Өзбек әлі Жәнібек туған жерден айқаяға. Ай, ай. Өткенді құрметтеуге құлқы жетіп, отыр ғой Ақсуаттың жұрты бекіп. Осы той абыроймен өтсе екен деп, осы той абыроймен өтсе екен деп, жарысты өткізді ғой дүркін етіп. Ақсуат әр адамның ат салысты, дәл осы абыройға шырпыр етіп. Күні кеше балуан күрестірдің, бір-бірінің жағасын сілкілетіп. Кеше шыққан тұлпарлар бүгін келді, қара жерді тұяғы дүркіретіп. Түніменен найзағай шатырлады, анда-санда ақ жауын сіркіретіп. Ас берген соң осылай беру керек, көк аспанның өзінде күркіретіп айқаяға. Ай, ай. Жаныма қазіреттей жұбым келді, жырғыла бермеуші еді ілінгенді. Ат жарысты күттік деп бір сағаттай, ашып қойды бұл үнім сүрінденді. Төрт аяқты тұлпарлар мәресінен кеше шығып бұл жерге бүгін келді. Бұл айтыстың ең басты жаңалығы, ортаңа Ермановтай ұлың келді. Үш аяқты ағамыз о жаратқан төрт аяқты тұлпардан бұрын келді айқаяға. Ай, ай. Ассалаумағалейкум қазіретім, мұсылманның жасайын мәзіретін. Алматының айтулы жүйрігісің, аузымен құс түстеп қазілетін. Ізетті інілердің біреу едің, ілуде бір ағырет кезігетін. Келмей жатып ағаммен айқасам деп,
солға қарай тарттың ғой сөз үретін. Сүмбіленің суындай салқынға бақ сененде болыпты ғой сезілетін. Тәуекелдеп келіп ең сенде мұнда, аяқ асты өзгердің демде қуға. Халық бізге қиқулап қамшылайды, оған бола желпініп кеуден ұрма. Бір көкем қасқыр алған сәндеуші еді, арыстан алу сенің ермегің ба? Бас салып арыстаннан бастамай-ақ жайлап түлкі пүлкіден көрмедің ба? Айтысты бастаушы еді адам жайлау, алаңсыз отыр едім жағам жайлау. Келе салып арыстан алам дейді, мына өзі адамау анандайлау. Бұл енді сау адамның сөз емес қой, осы бала осыдан оңалмайды-ау. Ержандар қасқыр алса алған шығар, ол көктен бірақ саған оралмайды-ау. Арыстан алу саған ойыншық па, сен айтты деп арыстан өле алмайды-ау. Әзірейіл алмаса оның жанын, анау мынау әзірет ала алмайды-ау. Айқай ағау, ай-ай. Ағамды аударсам деп армандаған, қалдық қой хазіреттей шәрмендеден. Болатын әңгімеге көшпейсің бе, бопса жасай бергенше қарғам маған. Қылыш сермеп қалқанды тосам дейді, дайындалып келген. Сен арыстан алмай-ақ мықты болсаң, қоян атып алып кеш таудан маған. Ең бақытты адам боп көрінеді, осы аймақта тұратын жандар маған. Тарбағатай тауының аңғысына адам бар ма бұл күнде таңғалмаған. Көздің жауын алады күндік жерден, Алтай қызыл түлкісі қарға аунаған. Тастан тасқа секірген арқарынан көрген адам назарын аудармаған. Жанары жәудіреген елігі де елітіп елжіретіп жандар баған. Қияғы қиып түсер қыранынан қоян түгіл көкшулан сауғалмаған. Мұндай жерден арыстан аламын деп құрғиялға дұрыс қой малдан баған. Аңшылық қасиетіңді көрер едім, алдыңнан ай ұшқыса арбаңдаған. Қандай ғажап өлкөге келгеніңді аңғармай отырсың-ау аңғал балам. Сен бұл жерден арыстан ала алмайсың, тасбақасын алмасаң тарбаңдаған. Айқай ағау, ай-ай. Айтысқа біздер шықтық тәуекел деп, талайлар келді мұнда тәуетем деп. Хазіретті арнайы сұрап алған, тұрмысың мынау қандай дәуекен деп. Әлде соған мәз болып отырсың ба, әлі де сұраныста бар екем деп. Ақиқаттың айтылар жері келді, Тарбағатай айтыстың төрі болды. Ақсуатқа айтысқа шақырғанда жанымыз кәдімгідей тебіренді. Жұрттаудың жағдайына келген кезде менен басқа жұрттардың жолы болды. Құдайдан түйе сұрасаң бие берет дегеннің осы жолы кері келді. Айтысты жасап жатқан жақсылардан Жансаяны сұрап ем, сені берді. Міне сені осылай жолықтырдым, сөзімді дәлелменен толықтырдым. Шаңқай түсте айтысып қазіретме, мен қайбір айналайын оңып тұрмын. Ініммен де жетісіп тұрғаным жоқ, май ішкендей мазасыз болып тұрмын.
әр нәрсенің қайыры бар деуші еді. Сонда да жақсылыққа жорып тұрмын. Жүрегімнің қалауы болмасаң да, тағдырдың салғанына көніп тұрмын. Айқай ағау, ай. Он жерден сөйлегенмен ақын аңдап, адамға тән қасиет қапы қалмақ. Хазіреттей батырмен айтысқандар көбінесе шаба алмайды шоқыраңдап. Батыр болар жөні бар бұл жігіттер, көкесінің көңілін отыр аулап. Шұғайыппен екеуі Ермановтың күн сайын шаңырағында жатыр аунап. Шұғайып Жүрсін ағамның оң қол еді, қасқабағын жүретін бақылауғап. Хазірет Жүрсін ағамның сол қол еді, өлеңінің тұратын оты лаулап. Жүкеңмен қатар жүрсе тауланады, сыртынан таңырқаймыз япыраулап. Сол қолдың өзімен де талай адам амандасып жатады екі қолдап. Ағаммен жүргеніне арқаланып, кейде бізге қарайды оқыраңдап. Сөзімді осы жерден қайырайын, ақындық арынымды бақылауғап. Сол қолдың намысына тиіп кетіп, сорлап қалып жүрмейік бетін аулаға. Айқай ағау, ай. Ау, адал құлға Алладай қорғаушы бар, бізді де табылады қолдаушылар. Оң қол менен сол қол деп мазақ қылып, ағатай сөз айтпаңыз жолдан шығар. Екі аяқтан Ерманов тұрып жатса, екі қолдың септігі болған шығар. Билік айтар бименен шорадай боп, бекең орақ тілменен орадай кеп. Жүкеңмен бірге жүрсе тауланады деген сөзі естілді одағай боп. Шаңырағында шалқайып жатат дейді, көзіне көрініп біз қомағай боп. Барымызды сап жүрсек көкем үшін, қанымызды сорады сонадай боп. Адалдық танытқанның несі жаман деп, отсыз ба жанына жоламай кет. Көңіл сұрап келгенде мына сіздер күтіп алдық жапырылып қоғадай боп. Жарайсыңдар деп айту орынына алтын ағам барасыз қоладай боп. Тауыңыз шағылмас ет, айта салсаң таутылғаны көтерген толағай деп ай. О, бекеңнің оғыдайын ұңғысында бізде төтеп берейік бұл қысымға. Шұғайыппен екеуіне жел береттеп, күйе жағып қалуға тырмысуда. Басқа дәл осы әңгімеңіз айтылмады әділдік тұрғысында. Ақындардың барлығын тең көреді, еркелетет тентегін жындысында. Барлық ақын баласы Ермановтың еркелетет тентегін жындысында. Шаңырақта отырған кенжесінде шалғайға шатыр тіккен тұңғышында. О, бекең келіп қанатын тауда жайды, бірақ қайда отқанын аңдамайды. Аңшылық жайлы мұнда сіз айтпаңыз, айсаңыз да кәсіппен сауда жайлы. Бұл жақтың 6 жасар баласы да ат жалын тартып мініп аңғарайды. Сол наймандар мына менің нағашым ғой, намысым енді қалай лауламайды. Жігіт жақсы болуы нағашыдан дегенді айтқан қазағым алдамайды. Жиенім намысымды жіберме деп нағашылар қиқулап қаумалайды. Сондықтан тасбақаны аулайсың деп қумаңыз
өнбей тұғын даудамайды. Бахадүр наймандардың жиендері қасиетті жоймайды қандағайғы. Жыртқыштың қандайына кездессе де жүректерін қорқыныш жауламайды. Таспа тіліп алсаң да арқасынан тарбаңдаған тасбақа ауламайды. Көктемеді көңілсіз күз боп тұрмыз, біріміз бал, біріміз тұз боп тұрмыз. Жүрегімнің қалауы сен емес деп, бекең отыр айтыстан іздеп бір қыз. Мен де сізді қалағаным шамал еді, қарсылас болғаннан соң сіз деп тұрмыз. Жетісіп жүрген ешкім жоқ ағатаяу, амалсыздан еріген біз боп тұрмыз. Ақсуаттың айтысында тағдыр қосқан, байқасақ бақытсыз жұп біз боп тұрмыз. Тақырыпты айтпасақ кең көсілі, тақымымды қысамын мен несіне. Азаттық алмай тұрып, өз ағаңның жасаған бір ерлігі келдесіме. Қазақ тілі қоғамын құрған екен, қарамай Кремльдің бермесіне. Одан болып жүріп ақ тілді ойлаған ел жұрты алып жатыр ердесіне. Өз ағаңның жолымен дулаттар жүр, келешектен емес біз кемнесі бе. Қашан көрсең жүреді жазып алып қазақша сөйлейік деп кеудесіне. Тіл қорына құйылған куә болдық 140 миллиондай теңгесіне. Таныстарының барлығын кидіреді, қоярда қоймай жүріп көмбесіне. Өз ағаңның жүрекке жазған сөзін қазақтың жазып жатыр кеудесіне. Айналып айтыстағы тасқамалға, бізді жұмсап отырсыз тастағанға. Қоян аулап келдейді тауға барып, ондай сөзді айтыңыз басқа маңда. Қоянға неге құмар бола қалдың, барма әлде басқаша астар онда. Түркістанның депутаты емессіз бе, не жаңалық рухани астанамда. Айтпақшы телеарнадан көріп қалдым, болады екен осындай масқараңда. КВНщик Нұрлан Қоянбаевты әкімін кеңес жетіп тастаған ба? Бизнес па түркістанский боп жатыр ма акиматтап отырған бас команда? Салмақты бір ақылшы таппады ма ұят болдау қаншама қасқадан да. Арыстан баптың елі Түркістаным қояннан ақыл сұрай бастаған ба? Құдайдан халық едік айқай-ау медет сұрар. Мұнауың енді нақты дерек шығар. Әкімнің айналасы бос болмайды. Ақылшы бар, қаншама кеңесші бар. Қоянбаев әкімге ақыл айтса, оғанда біздің қоғам себеп шығар. Арылдаған қасқыры көп заманда қоянның да ақылы керек шығар. Хазірет екі жақты тең байқасын. Теңдікті сақтамасаң, кер қайтасың. Мазақ қылма дейсің де өзің тағы мазақ қып Нұрлан деген ерді айтасың. Сен оған жеңіл желпі қарай берме, жол жөнекей сөзіңді жолда айтасың. Әкімдер кімнен ақыл сұрамайды, сенен ақыл сұраса сен де айтасың. Ақылыңның жобасын білемін ғой, ары кетсе бір-екі терме айтасың. Әй, бірақ сенен ақыл сұрамайды ау, өзіңе жетпей жатса неңді айтасың, айқай-ау. Ай-ай. Хазірет ау, осы сен не олайсың, бірде шөлсің, бірдесе көк орайсың. Ініңді толағай деп айтпадың деп, бұртүйіп өкпелесең баладайсың. Ер тоқымын бауырына пулайтұғын, сен не деген нервіні толағайсың.
болсаң, бопсаға шыда деген, бопса түгіл топсаға жарамайсың. Тау көтермек түгілі қарап тұрсам, сөз көтере алмайтын шалағайсың. Нағашы жұртың қолдап жібермесе, бұл түріңмен толағай боламайсың. Бұл айтыс маған қиын майдан боп тұр, Хазірет менен көрі бейғам боп тұр. Жүрсіннің сол қолы деп қорқып отсам, мынау тағы нағашым Найман деп тұр. Ұстазыңда, осыңда, нағашыңда, сенің жағаң әрине жайлау боп тұр. Бұл өзі сәйкестік пе кездей соқпа, ағаң сенің осыған қайран боп тұр. Әйтпесе Ақсуаттың айтысына бүкіл тамыр танысың қайдан кеп тұр. Ағайын бізге бәрі дос дейсіздер, ақындарды қай жолмен екшейсіздер. Жиенді де қолдаған дұрыс, бірақ кімнің аты озғанын көксейсіздер. Қалың Найман мағанда бөтен емес, қалың Найман мағанда бөтен емес. Бұл сөзімді қалайша бос дейсіздер. Айтыстағы ұстазым Найман еді, арғы жағын өздерің екшейсіздер. Қаныбек Сарыбайып деген ақын есімін әр тұстардан естейсіздер. Мен сол Найман ақынның шәкіртімін, кештеу айтсам егерде кешкейсіздер. Хазірет нағашы жұрт қолда десе, қиқулап жиендікі қош дейсіздер. Біздер сонда далада қаламыз ба, неге бәрін ақылмен шешпейсіздер? Анасы Наймандарға қиқулайсың, ұстазы Наймандарды не істейсіздер? Ай-ай, ай-ай. Өз-өзіңе қойғандай, күні бұрын қойғандай үкім шығып, қалыпты қой одағай пікір шығып, нағып бордай езілдің аяқ асты, диірменден жүрушің бүтін шығып. Ең бақытсыз жұппын деп күңіренгенде, танауыңнан кетті ғой түтін шығып. Хазіреттің қабағын аша алмады, қанша адамды қойса да күту шығып. Жұбым сәтсіз екен деп жұрт алдында, жасамаймын ешқандай күпіршілік. Қабанбайдың жұртымен қауыштырған Құдайға мың қайтара шүкіршілік. Ай-ай, ай-ай. Қара тастан от шығар қайрағанда, қара судан бу шығар қайнағанда. Абайдың айтуына қарағанда, бұл өмірде қызық жоқ ойлы адамға. Хазірет осы сені ойлантама, нелер болып жатқаны айналаңда. Алтай деген ғалымға қайран қалдық. Бейберекет салмаяқ байбаламға, физиканың заңына сүйендіріп, бұлттың бәрін бір жерге байлағанда. Аралға қара нөсір жауын жауып, ұқсайды жердің беті жайнағанға. Хазіретте дәл сондай физик еді, біздің ғалым атына сай болған ба. Алтайдың ар жағынан келгеніңмен, Алтайдан асалмасаң пайда бар ма? Жұрт алдында ірі сөйлегенмен, тірлігі біртүрлі ғой майдалау ма? Асаба боп алдыңа жан салмайсың, тойхананың төрінде сайрағанда. Әлде жаның жадырап қалады ма, бір тексті жүзіре чайнағанда. Тойдан сарқыт әкеліп мәз боласың, достарыңның аузын майлағанға. Алтай құсап бұлт емес Алматыда, бала құсап самокат айдағанға. Тойдан қолы тимейтін физигім ау, сенен пайда көреміз қай заманда? Ай-ай, ай-ай.
Ай ағатай сала берме бай баламға, кішкене демалыңыз шайдан алда. Тиктоктағы әртүрлі ақпаратпен ұқсайсыз аузыңызды майлағанға. Қазірет пен Алтайды салыстыру күлкілі боп көрінеді ойлы адамға. Біздің елде кім кедей, ғалым кедей, байлыққа толымына байдаланда. Ғалымдардың пайдасын көресіздер, үлгі алып ақш пенен Чайнадан да. Үкіметпен бірігіп заң шығарып, олардың жағдайын ойлағанда. Әзілке шоумен емес теларнадан ғалымдар сұхбат беріп сайрағанда. Автобуспен салпақтап жаяу жүрмей, жөні түзу машина айдағанда. Қоғамдағы көтеріп дәрежесін, ұрпақты ғалым бол деп қайрағанда. Осыларды айтпасаң мінбелерден депутат болғаныңнан пайда бар ма? Сұрағыңызды қояйын өзіңізге, өмір сүріп жатырсыз қай ғаламда. Көкпардан қолы тимес депутатым, сізден пайда көреміз қай заманда. Негізі болу керек ақын қасақ, салдарға емес себепке жақындасақ. Жетіскеннен асаба болған жоқпыз, себебі бар тойларда тақылдасақ. Казгумде физикадан сабақ берем, қосып алып келемін ақыл қасап. Айлығы шайлығына жетпегесін, ұстаздар жүр соқасын тақыр қасап. Қанша ғалым базарға шығып кетті, болмайды деп сауданы сапырмасақ. Қанша ғалым такси боп күн өлтіп жүр, қарыз қалған көлігін тақым қасап. Қанша ғалым шетелге кетіп қалды, олар енді келмейді шақырмасақ. Керісінше шоумен әзіл ысқақтардың жағдайын біздің ел жатыр жасап. Осылай кете берсе ағатайым, білмеймін түбіне мен ақырласат. Қоғамды қолдан құртып жатырмыз біз, жантақтан әтір, жалтақтан батыр жасап. Ай мылтықпен ойнай берме оқ шығады, отыммен ойнай берсең от шығады. Меніменен айтысқан ақындарым ғылымның бола қалас жоқшылары. Казгумнен кеткем жоқ, сабақ берем. Ғылым деген көңілді шоқ қылады. Өз қолыммен жасаған табақшадан күннен қуат алынар тоқ шығады. Және де біз азотты шығарамыз, дәл ондай құрылғының жоқ сыңары. Өндіріске жауап берер біз емес қой, осы жағын түсінбей отсың әлі. Зертханада зерттелген жаңалықты өндіретін зауыттар жоқ шын әлі. Ашылған зауыттардың көбі жалған, көп адам көз бояу деп сынады. Мысалы Қазақстандық көлік дейміз, тексерсең өтірігі көп шығады. Машина емес үрленген доңғалаққа желі ғана біздікі боп шығады. Қазан баста болса да бір табами, сайда үймен санаспас қырқада үй. Штаттағы кеңесшіні айтып едім, жалтарып жұмсадыңыз бір шамами. Арылдаған қасқыры көп заманда қояндарға жүгіндік деп бұлтарады. Ағасы бұл сөзіңді түсінбедім, қасқырлары қорқатын қоянынан Түркістан боп кеткен бе Нупагади. Ай елін қорғап сүймесе ер өсе ме? Ерін қолдап сүймесе ел өсе ме? Өз ағамның ерлігін еске алайын секілді киіз кітап көне сөре. Алла Пугачева бір кездері айғайлап айдарынан желесе ме? Концерттен соң қазақты баран депті білмейміз, еліре ме егесе ме? Мұны естіп өзбек әлі ашуланған, аузына қақпадың деп не кешеге. Қазақстанға кіруге шек қойыпты, өлмейміз деп осаншы кемесе де. Ол кезде бостандығым бұлдырап ед, тәуелсіздікке жете алмай тұнжырап ек. Осы кезде министр болып тұрса, өз ағам қандай шаруа тындырар ед. Домбырамды сындырып қорлағанның допша теуіп сирағын сындырар ед.
жұрдай болған ұятпен оя дебі, өзекке түскен құртты жояр еді, киізде жалаңаш билегенді темір торға тоғытып қояр еді. Түспесін деп қазақтай ұлт беделі, ұлттық құндылықтарды реттер еді. Сөз қадірін жоғалтқан эстраданы сөз бұйдаға салмастан шектер еді. Ел боламын десеңдер езіңді тей, көрінгенге жалтақтар көзіңді тей. Ұраншыл ұлтшылдықпен шатастырмай, ұлт жандылық дейтұғын сезімді сүй. Өзгелер мойындасын десең егер, өзбекәлі секілді өзіңді сүй. Жігіттің деп жүрушем жалындысы, көрсетер кейінгеге бар үлгісі. Айтулы ғалым болып шығат деушет адамның ішіндегі сабырлысы. Өкімет ғылымға ақша бөлмейді деп ашуланып қалды ғой ғалым кісі. Барлығын біреулерге жаба салу, бұлардың үйреншікті жамылғысы. Ғылымға миллиардтар бөлінеді, ағайын әңгіменің нанымдысы. Соның көбін казгуың алат сенің, универдің болған соң қадірлісі. Сен соның қызметкері емеспісің, дәл жанымда отырған дарын кісі. Маңайына ешкімді жолатпай тұр, маңдайының қыртысы қалың кісі. Екпіндемей тұра тұр енді асаба, өз-өзіңнен құрбандық жем жасама. Жаңа саған 6 айды мысал қылдым, ақылыңа қонса да қонбаса да. Ол әрекет жасап жүр барын салып, ақ жауыны жауса да жаумаса да. Ғылыми жаңалығын дәлелдеп жүр, өкіметтен бір тиын алмаса да. Сандалып ел кезіп жүр сен секілді, 2-3 тойханасы болмаса да. Мен соның ынтасына ризамын, содан арал толса да толмаса да. Ғылым жолы ауыр жол айналайын, Құдай басқа салған соң барма шара. Егерде жеңіл жолмен жүргің келсе, қазірден әз басыңды қор жасама. Томпиып тойханаңда отыра бер, жұмыртқаңды қосып жеп қалбасаға айқаяқа. Ай. Сен құсап елдің бәрі ышқынама, ерекше қыздырдың ғой тұсты жаңа. Елдің бәрі ол рас Хазірет ау, Өзбекәлі секілді іс қылама. Пугачеваны еліме кіргізбесе, елге мысал болды ол күшті жаңа. Өзінің алласына адал адам, орыстың алласына пысқырама. Бір күнде жоғалтса да бәрін мейлі, нағызер қалың елдің қамын жейді. Кешегі 5 арыста ақтауға да күш салған өз ағамдай дарын дейді. Сол заманды көзімен көрген жандар қазақтың сорын еткен қалың дейді. Жақсылардың барлығын жау көрсеткен ол да бір алағұйын дәуір дейді. Шәкәрім атамыздың ақиқаты, айтылмауы халықтың жанын жейді. Соларды ақтау үшін Өзбекәлі жайпады жолдағының бәрін дейді. КСРО-ның кезінде бұл өрлікті қабылдау соншалықты ауыр дейді. Бұл жайлы Алталаштың ардақтысы Кемеңгер Қирабаев мәлімдейді. Өзбекәлі ағамның батырлығын барынша бағаласақ әділ дейді. Ақсуат өз ағама той жасаса,
Бар қазақтың баласын бауыр дейді, батырдың батырлығын сіз секілді, хакімнің елі ғана қадірлейді, айқай ағау. Ай, ай. Алдыңда алғаннан соң анық төрді, төкпейміз қалқым саған нағып дерді. Ұлыстың ұлы күні Наурызды да тойлауға өзбек әлі шабыт берді. Тайқазанды қайтар деп Ресейдің қақпасын қаншама рет қағып көрді. Эрмитаждың есігін бұзып жарып, ең қымбат қазынаңды тауып келді. Отаныма оралып қара қазан, ошағыма жылумен жарық берді. Қос бірдей қастерлісі қайт оралып, қазағым қуанышқа қарық болды. Ұлттық қасиетіңді оятуға өзбек әлі атамыз бағыт берді. Наурызды қайтарды да Алталаштың аңсаған мерекесін алып келді. Тайқазанды әкеліп Түркістанға қазақтың берекесін алып келді. Айқай ағау. Ай, ай. Ай ғылым жайын айтып ем, қазір ұтқыр. Бекеңнің оры бірақ қазылып тұр. Қалбаса дегеніңіз ыңғайсыз ғой, қазақ асын қартамен қазығып тұр. Маңдайының қыртысы қалың дейсіз, сабырмен айтар десем әзіл ұтқыр. Шындық кейде шымбайға батып кетет, ағатай ақиқатқа разылық қыл. Қазіргі ғылымның жағдайы маңдайымда әжім боп жазылып тұр. О, қаражатты басқалар жеп кеткенде, айтылар деп ойлап ем ептеп түрді. Барлығын жоғарыдан көресің деп, Бекең бізді ол жаққа беттетпеуде. Кінәні үнеуерімнен көріп отыр, бүйте берсе көреді-ау мектептен де. Ғылымның жайын айтып шырылдаған қарапайым ұстазға өкпеткен бе? Аға, сізді танымай қалдық бүгін, бойдан қуат, жүректен от кеткен бе? Ақиқат деп ақырған арыстанның қызмет қызыл тілін шектеткен бе? Сыпайы сипағанды ұнататын сиріктің арыстаны боп кеткен бе? О, ұшса да қасқыр аулап, жылан бүріп, тышқаншылап күн көрмес қыран жігіт. 30-шы жылдары арыстардың тағдырын тайған аққып, тұман қылып, қанша арыстың жүрегін тоқтатты екен, 3 арыпқа сүйенген бір әңгүдік. Араға 50 жыл сап, өзбек әлі санағазаң жүрекке құран діліп. Шәкәрім Ахмет Мағжан дулатыпты, ақтағанын ел көрді тұран біліп. Бес арыстың есімін содан кейін Алталашым айтып жүр ұран қылып. Алталашым айтып жүр жыран қылып. Сондықтан өзбек әлі ататалса, мақтанышпен марқайып тұрам көліп. Маңдайыма симаған арыстарды таңдайыма сап берді ұран қылып. О, өз ағамның ісіне түйсіндің бе? Өз ағам өз асылын қисын кімге? Тайқазанды алдыртқан Эрмитаждан еңбегіне ерекше сүйсіндің бе? Олған емес қанша құман тостағанды жинапты келмесе де қисын мүлде. Тауыпты моладан да қорадан да, жиһазын сақтардың да үйсіннің де. Дала кезіп жүргенде деп айтыпты, қазақ үшін маңдайым күйсін күнге. Біз кейде кей нәрсеге мән бермейміз, керек деп ұсақ түйек қиқым кімге. Өз ағам үлгі болсын қазақ үшін, барлығын жұмсай білген ми тілдің де. Ханыңның Тайқазаннан бастап тұрып, ит аяғын жинаған итіңнің де. Ау, әдет қылдық
Көп ойлап аз күлуді, жағдайым болмай тұр мәз бүгінгі. Қиырдағы Қытайға газ жетуде, Зайсаңнан тесіп өтіп сазғымыңды. 200 жақ шақырым Ақсуатты, қояйық газ әкелмей аздыруды. Ақсуаттан не қымбат, көмір қымбат, тақия жасырмай тұр таздығыңды. Қаражырадан келгенше қара көмір 6 есеге өсірет азғыныңды. Қыстығыңғы қинағаны ұмыттырат рахатты кәдімгі жаздығыңғы. Үкіметке айтайық бір ұсыныс, кәсіп қылмай жамандап жазғыруды. Ақсуат пен Зайсаңның арасына бастасын газ желісін қаздыруды. Көмірге тәуелдетпей аз ғұмырды, өңірге тартып берсін газ құбырды. Алғыс айтып барқыт бел бөктеріне, алғыс айтып бекеңдей тектеріме. Осы менен айтысты аяқтайық, өлеңнің келіп қалдық өткеліне. Айтыстың шарты менен шайқастым ғой, әйтпесе жармаспаймын шекпеніне. Шойбекіптің шыдамай шоқпарына талай ақын талқан боп кетпеді ме? Әліппедей болып ет әр айтысы біз кіргенде айтыстың мектебіне. Сахынада отырып санамызға өлеңнің дәнін талай сеппеді ме? Өз басым ыризамын қолымыздың өзіңіздей аңызға жеткеніне. 5 күн жалған өмірдің 1 сағаты бекарыспен айтысып өткеніне. Ақынның да жақсы ғой ұғысқаны, жақсылықтың дұрыс қой жұғысқаны. Арыстан деп басында ойнағанмен, Хазіретте ниетін дұрыстады. Қазып айтқан мың рахмет Хазіретке, қаншама мәселені шығыстағы. Жыл сайын дәстүрлі той жасап беріп, бұл елменен арамыз суыспады. Ақындардың жұмысы жоқ демесін, келді демес бұл жерге ұрысқалы. Жанымызда жиеннің желпініп тұр, жеңісті бермеймін деп уыстағы. Қай заманда болса да аман болсын Қаныбек ұстазымның туыстары. Айқай-ақау, ай-ай.